Күйеуімнің алдында жыртыңдап жүр. Осы мәселе менің бас ауруыма айналды. Уайым жеп барады. Болған оқиға. Тұрмысқа шыққаныма 15 жылдай боп қалды. Жасым 37-де. Ауылға көп балалы өсіп-өнген әулетке келін болып түстім. Мен келгенде үйде күйеуімнен 5 жасқа үлкен ағасы мен абысынымыз тұратын. Бірақ 2 жылдан соң олар ажырасып кетті. Сол абысыным тым жақсы адам еді. Маған әпкемдей жанашыр боп, үйдің шаруасына үйретіп, бір елі жанымнан шықпайтын. Ал мынау кейінгісі енді. Қайнағам мен абысыным балалы болмаған соң ажырасты. 4 жылдай күткен екен. Болмаған соң абысыным, маған рұқсаттарыңызды беріңіздер. Екіге кетсек бақытты боп кетерміз деп ата-енемнің алдынан өтті. Кетем деп тұрған адамды кім ұстап қала алады? Енем қимай-қимай шығарып салды. Бір жағы абысынымның кетуіне баланың да қатысы болмады-ау. Қайнағамыз